Қадыр сүресі меккелік. Бұл сүре Құран кәрімнің түсуі жайлы әңгімелейді, және Қадыр кешінің басқа айлар мен күндерден артықшылығы айтылады. Өйткені бұл кеште атырапқа Раббани нұр мен Иллахи леп тарайды. Мұның барлығы Құран кәрімнің түскенінің құрметіне орнылады. Бұған қоса періштелердің таң атқанша жер бетіне түсетіндігі де баяндалады. Бұл құтты кеш Алла тағала құзырында 1000 айдан да абзал. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil qadr. Тәпсіршілер, Құран Лаухул Махфуздан дүние аспанына түсірілген. Сосын Жәбірейіл 23 жыл бойы пайғамбарымызға уахи етіп жеткізіп тұрған деген. Ибн Аббас, Алла тағала Құранды Лаухул Махфуздан бір сәтте дүние аспаны Байтул Хиззаға түсірді. Сосын оқиғаларға байланысты елшісіне бөліп 23 жыл уахи етті деген. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Уа Мұхаммед, бұл қасиетті түннің артықшылығы жайлы не білесің? Осылайша сауал қоя отырып, бұл мәселенің орны бөлек екендігін аңғарту Құранның тәсілі. Келесі аяттарда бұл түннің 3 қасиеті сөз болмақ. Ләйләтул қадри хайрум мин алфи шахр. Бұл түнде Құран түскендіктен 1000 айдан да артық. Тәпсіршілер, осы түні жасалған ізгі амал өзге 1000 айда жасалған амалдан артық дейді. Риуаятта бір кісі сауыт киіп, Алла жолында 1000 ай соғысқан деп айтылады. Пайғамбарымыз: «Уа Раббым, менің үмбетім өмірі қысқа, амалдары тым аз халық болды» деп мінәжат етті. Сонда Алла тағала Қадыр түнін беріп, Қадыр түні саған және үмбетіңе Алла жолында соғысқан адамның 1000 айынан да артық деген екен. Мужахид 1000 ай бойы жасалған ізгі амал, тұтқан ораза және түнде оқыған намаздан да артық деген. Тәнәззәлул мәләикәту вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Жәбірейіл бастаған періштелер Алла тағала әмірімен жер бетіне түседі. Олар Алла тағала осы түннен келер жыл аралығындағы бекітетін амалдар себепті түседі. Бұл мүбәрак түннің екінші қасиеті. Сәләмун хия хатта матла'ил фаджр. Садақаллахул азим. Күн басталып, келесі күннің таң атқанша есендік жалғасады. Осы түні періштелер мұсылмандарға амандық тілеп сәлем береді. Қадыр түні Алла тағала адам баласына тек жақсылықты белгілейді.